Үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әйгерім Дәулетиярқызы. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сұрақ көп, мақсат дөп. Бүгінгі мақсат 3D кітапты қалай жасауға болады, сонымен таныстыру. Ол үшін Google'дың іздеу жалағына Canva деп жазасыздар. Canva ол мүмкіндігі көп қазіргі кездегі мен үшін теңдессіз бағдарламалардың бірі. Қазір мен өзімнің жұмыс бетіме кіріп жатырмын, ал сіздер Google'дың аккаунты арқылы тіркеліп аласыздар, егер бірінші рет жасап жатқан болсаңыздар. Енді не істейміз? Бұған дейін де менде сабақтар болған. Canva арқылы бірден презентация жасаудың жолдары YouTube каналынан көре аласыздар. Ең жақсы, мұнда барлық жұмыстар автоматты түрде сақталады. Енді осы жерде мен мысалынаған келейін. Қайсына, мысалы, 1001 мақал, 101 жұмбақ дейік. Осыған келейік. Бұл жасаған менің презентациям. Сіздер жаңадан жасап алсаңыздар болады. Мінекей, мынау менің жасаған дайын дүнием. Енді осыны қалай кітапқа айналдырамыз? Ол үшін қазір толық ашылсын. Интернеттің күші әлсіздеу, сондықтан ұзақ күтіп тұрмыз. Ал енді интернетті жақсы жұмыс істейтін жерлерде бұл дереу ашылады, және командалар жылдам орындалады. Мына жерде мінекей айналып тұр. Енді осы жерде мен поделиться батырмасын басамын. Поделиться батырмасынан кейін просмотреть все дегенді басам. Осы жерде төмен қарай түсемінде дизайн хейзин флипбукс дегенді басам. Мен үшін осы ыңғайлы. Осыны басқаннан кейін сәл күтесіздер, өте жылдам ашылады. Сохранитті басамыз. Менде мына жерде 10 бет сохранить еттік. Өте жылдам дайын болады. Енді осы жерде просмотреть деп басамыз. Мінекей дайын болды. Көре аласыздар. Интернет нашар болып тұрғандықтан осылай көрініп тұр сіздерге. Енді қараңыздар. Мына жерде орыс тіліне аударуға болады. Оң жағын басып, перевести на русский язык. Мінекей ауысты. Фонын бәрін өзгертуге болады, логотип жасап деген сияқты. Енді оныған тоқталмай қойық. Төмен қарасаңыздар мына. Бұл енді 3D болғандықтан бұған аудио қосуға болады, видео қосуға болады деген сияқты ғой. Осы жерде міне видео деген тұр, көрдіңіздер ме? Видеоны басасыздар да өздеріңізге қажет жерге мынандай бір онлай сызып, мінекей. Осы жерге енді сілтеме қоясыздар. YouTube'дан сілтеме қоясыздар. Мысалы, мына сабақтың сілтемесін көшіріп алдым. Қойдық, сілтемені қойайық. Закрывать. Осы жерге мінекей қажет деп тапқан жерім міне осыған қойылады. Деген сияқты ғой, сондықтан өте ыңғайлы. Енді қалай істейміз? Бұны PDF қып жүктеп алуға да болатын еді, бірақ 3D болғандықтан бізге сілтемесін жіберген ыңғайлы. Өйткені басқа жағдайда ол ақылы. Тура осы сілтемесімен бөлсеңіздер болды. Кез келген адам кіріп көре алады. Сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. 3D кітаптарды жасай беріңіздер. Кез келген жұмыстың нәтижесі болу керек, сондықтан 3D кітап арқылы жинақтасаңыздар, нұр үстіне нұр бөлісе отырыңыздар.